Сәлем достар, сіздермен бірге Q-Life арнасы. Бүгінгі видеода біз сіздермен топ 5 әлемдегі ең ерекше адамдар жайлы видеоның 4-ші бөлімін көретін боламыз. Ал видео басталмай жатып мен сіздерге Лаула деген арнаны ұсынғым келеді. Бұл арнадан сіздер қызықты влог, пранк және әлеуметтік эксперименттер жайлы видеолар көре аласыздар. Егер арна қызықтырса, экрандағы және видеоның астындағы сілтеме арқылы өтіп, Лаула арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Кевин Ричардсон 1974 жылы Оңтүстік Африка Республикасында дүниеге келген. Ол жас кезінде зоологияға қызығып, осы салада білім алады. Кевин жануарлар түрін түсінетін зоолог. Оның ерекше қабілеті арыстандар арасында емін-еркін жүруіне мүмкіндік береді. Тіпті гиеналарда оны өз үйірінің бір мүшесі деп қабылдайды екен. Дин Карназес әлемге әйгілі американдық ультрамарафоншы. Оның жасы 50-де. Дин ұзақ дистанцияларға жүгіруден әлемге ең танымал желаяқ спортшы. Ол 80 сағат тоқтамай жүгірсе де еш шаршамайды. Себебі оның энергиясы тез қалпына келетін қабілетке ие. Оның есебінде көптеген рекордтық жүгірулер бар. Дин спортпен шұғылдануды 30 жасында бастаған. Ол 2016 жылы Орта Азияны жүгіріп өту мақсатында Қазақстанға келген болатын. Қазақ елі оны жақсы қарсы алып, тіпті спортшы Шымкент қаласында тұрғысы келетін айтқан екен. Тхай Нгок 1942 жылы туылған вьетнамдық шаруа Нгок Тхайдың ұйықтамағанына 44 жыл болған екен. Айтуынша 1973 жылы ол қатты қызуы көтеріліп, ұйықтай алмаған. Ұйқысыздық дерті вьетнамдықтың өміріне кері әсерін бермеген. Ол қазірде бұрынғыдай 50 келі көтеріп жүр. Дертінің алғашқы кезінде Нгок ашушаң болған. Ол түрлі дәрілер ішіп, осының көмегімен ұйықтағысы келген, бірақ еш нәтиже болмаған. Уақыт өте келе оның миы да жаңа өмірге бейімделіп кеткен. Нгок Тхай түнгі уақытта жұмыс істегенді жақсы көреді. Оның 4 баласы түнде қалыпты ұйықтайды. Нгокты қараған дәрігерлер одан ешқандай ауру таппаған, тек ұйқының жоқтығына байланысты бүйрегінің жұмысы нашарлаған екен. Исао Мачи. Жапондық Исао Мачи самурайлардың қылышы катананы шебер түрде қолдана біледі. Ол әлемдегі ең шапшаң самурай. Оның есебінде көптеген рекордтар бар. Соның бірі пневматикалық қарудан атылып, сағатына 300 км жылдамдықпен ұшқан пластикалық оқты қылышпен қақ ортасынан бөлген. Исао әлемдегі катананы шебер қолданатын адам. Оның өзінің Жапонияда ашқан жеке мектебі бар. Юлия Винс 20 жасар ресейлік Юлия Винс ерекше қыз. Оны көпшілік адамдар бұлшық етті Барби деп атайды. Ол әлемге тек сұлу келбетімен ғана емес, ерекше шымыр денесімен танылған. Юлия ең алғаш жаттығу залына келгенде, оның жасы 15-те болған екен. Ең алғашқы жылы еш нәтиже болмаған соң, ол пауэрлифтингпен айналыса бастаған. Юлияның бойы 165 см, ал салмағы 65 кг. Назарларыңызға рахмет. Егерде сіздерге видео ұнаса, лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Және осы видеоның астындағы экрандағы сілтемелер арқылы өтіп, Лаула арнасына да тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы.